Арбаңыздар ардақтуу спорт сүйүүчүлөр, футбол көргөндөр. Сиздер менен Ордол Ош шаарынын Шафкат спорт комплексинде Ош облусунун жана Ош шаарынын 17-чы чемпионатынын жогорку лигасында амандашып турабыз. Аты жөнүм Мексалиева жана Кеспеш Бакытов. Бакыт уулу менен биргеликте сиздерге мынтип экинчи турдагы акыркы 4-чү беттешти баяндайбыз. Бүгүнкү 4-чү беттеште Б тайпасындагы Жиделик жана Жапала командаларынын кездешүүсү орун алып жатат. Таланын сол тарабында ак кийимдеги Жиделик командасы, ал эми кара кийимде оң тараптан Жапала командасы чыккан. Ойнөрчүсү бузулду деп баганды бул жагдай. Жана алгачкы ойнөрчүсүнүн бузулуусу болууда. Жиделик командасынын дарбазачысы алмашы керек. Кийимен которушу керек. Атындаш команда менен кийимдери окшош болуп калган. Аны эмесе оюн талаасына кайтабыз, кымбаттуу көрүүчүлөр. Алгач Жапала командасы чабуулун жаратууга шашып барууда. Бирок топ Жиделиктин oyuncularının koluna gelip düştü. Sizlerge akırında kuramda tanıştırı verse болады. Bu bugünkü bettеште керемет құрам бар. Ильяс Малаевтан чабуул жана сокку ийгиликсиз дарбызга туз барган жок. Жиделик командасынын курамында Сайдулла Зулимов дарбызачы, 10-чы номерда Ябкарбек Исмаилов, 7-чи Сиражиддин Шакиров, 2-чи номерда Нурмухаммад Хашимахунов, 4-чі Махмудчан Рахимов, 6-чі Бекзатбек Набиходжаев, 5-чі Дельшатбек Муменов, 3-чі Шахзатбек Закиров, 11-чі Фарухбек Зулимов, 8-чі Хабибулла Зукиров жана 13-чі Мухаммадали Абдурахманов. Ал эми Жапала командасынын курамында 1-чі номерда Азат Ирисалиев, 7-чі Мухаммад Бабур Рахманбердиев, 10-чы Адлет Мелисбекулу, 6-чы Элдияр Ирисалиев, 21-чі Саламат Мамбеталиев, 11-чі Шекербек Токтобаев, 9-чы Бурханиддин Садиков, 21-чі Ильяс Малаев жана 22-чі Нурсултан Абдулдаев. Алгач. Алгачкы чабуул ийгиликтүү болбой калган Жапала командасында. Жана эсеп сандар өзгөргөн жок. Нурсултан Абдулдаевдин киргизген пасын бошкаларыбызга Мухаммад Бабур Рахманбердиев жарата алган жок. Жана Сиражиддин Шакиров чалга чыгып барды, эсеп сандар ачылды. Сиражиддин Шакиров мынтип дарбазачынын үстүнөн ашыра өткөрүп эсеп сандарын өзгөртүүдө. Демек Жиделик командасы каталаштан озуп баратат. Саламат Мамбеталиев, Рустам Абдулдаев, Ильяс Малаев жаздырган аракеттери жана Рахманбердиевке берди. Рахманбердиев топ сактап калган жок, тоочу күрөш топ Жапалактын оюнчуларында калды. Рахманбердиев катталды сызыгынан кошо. Тосмон 5 метрга сактап беришин сурады калыстан. Малаев, Рахманбердиев топ менен кирип барат. Эмес. Измалаев сол тарапка. Мамбеталиев, Абдулдаев койгон. Мамбеталиев, Абдулдаев, Рахманбердиев менен жана Рахманбердиевде сокку гол. Эсеп сандары теңдеди. Керемет комбинациядан Жапала командасы эсеп сандарын теңдеди. Демек Жиделик кайра кандай жооп? Негизи Жапалактын жооп колу берди. 2 гол тең Коз, бириси дарбазачынын үстүнөн ашырып, Жиделик командасы эсебин ачкан болсо, Жапалактын дагы голу өтө анықтық менен алысыраак аралыктан Рахманбердиев командасына пайда алып келүүдө. Рустам Абдулдаев сол тарап. Малаев, Мамбеталиев, Ильяс Малаевтан сокку дарбаза үстүнөн Жиделик командасын сактап калды.
Тұрғынуда қатақшылыққа жол бермеші керек. Шетелік. Мердиев. Чалға чапаруда. Жазғылау әрекеттері. Еңгістісіз. Қарышшау болған жоқ. Шетеліктен көрмедік. Ойындың 5 минутасы артта қалды. Қыматты көрушілер. Ресепсиондар бізде 1-1. Малаев. Артқа қайтарып Абдылдаев. Қарамалаев мен Азмалаев. Нұрсұлтан іздеп тапты. Ахмет Бабур. Ильясқа. Металиев. Абдылдаев. Қайтарып берді. Мердиев чалға чек баруда, жаңа Металиевке өткіргісі келген. Топтарымыз ашының қолында. Анық емес пас. Зукиров. Соққу жаңа. Қапталсыздан жедели командасы топтауға ұшуат. Дарбызачыны үшке салуда. 4 секундалан ашық. Топта қармаған болбой Дарбызачыға. Зукиров. Исра жете Шакиров қата өтті. Жазғы алуы. Өзі кіріп баруда жаңа соққу. Құрғычыға тейіп. Жоқ, құрғычыға тейіп шықпады. Ешкіме тебестен шыққандығы үшін. Жапалақ қайырған топты Дарбызадан баштап берілі алуда. Салмат Мамбеталиев. Абдылдаевқа. Абдылдаев ұлтыптан. Солға келгіз беру. Салмат Мамбеталиевтен соққу жаңа гол. Тоқучы номердағы Жапалақ командасының ойыншысы Садиков. Демек, басты Мамбеталиев көргенде кейін Мамбеталиев бұрыштарымызға жоқ ана бұтын ойып есеп санын 2-ге алмаштырды. Демек, алдыда Жапалақ. Екі соққу. Мамбеталиев тағы бір рет өзі сынап көреді. Оң бұт менен бірақ көреді. Нұрсұлтан Абдылдаев. Арттан. Солға. Абдылдаев. Ахмет Бабур. Хамбердиев оңға. Құрғычыға тиіп шыққан топ. Үйдегі дәрдік. Зукиров шауында. Ирисалиев бұрбұрдан пас береді. Өткен жоқ. Хабибиева Зукиров қошылған Дарбызаға топташтағысы келді. Топсалғысы келді. Түз болған жоқ. Солға пас. Металиев жазғы алу және өзі соққы жол болды. Өзде пас, өткен жоқ. Сол тарап. Зукиров. Бұрбұрменен. Қатыл пас жолды болған. Зукировтан. Анықтан топ мақсатына жеткен жоқ. Басы игіліксіз бойдан қалды. Хамбердиев алыс қаралықтан Дарбызаға соққы. Зукиров, Шакиров. Пас. Бұл паста. Болбой қалудан Зукировтан. Азмалаев, сол тараптан. Мамбеталиев. Солға. Малаев.
емес. Чоғыла Жапалақ. Садиқов артқа қайтарды. Талассыз ғана тақ қойылған үшін топ. Жиделік командасының өтуді қымбатты көрушілер. Соққы. Он үшінші номердағы Жиделік командасының ойыншысы Абдурахманов. Абдурахманов өте танышысы. Бұл ойыншыны Шафкат лигасының бірінші лигасынан көрген әлек. Қайсы команда қызыл қыштақ қадышпасам. Өтер бірінші лигада өтер жылдыз ойыншылардан болып қалған. Осы жоғарғы лигада өзі сынап көруді. Азырча өзін көрсетелек. Бірақ байқайыз. Оңға қарай шығарып беру. Жана бош қалғандарымызға гол керек бар атак жоқ. Ильяс Малаев бұл топты сақтап қалуда. Садиқов. Оңға Малаев. Антылдаев. Металиев қайра өз тоғалуда. Жана Ильяс Малаев қағалты көресі келген. Антылдаев. Тарап. Малаев өзі бар-барға керек бар. Ешкім дос қолдық жаратқан жоқ. Садиқов артқа қайтарды. Металиев. Антылдаевтан анық емес. Пас. Жиделік жалға шықырат. Фамилия Зукеров. Артқа қайтаруда. Өзі жалға келіп баратқан елі Абдурахманов. Қардан Зукеров бұтында топ. Қалысқаралықта соққы Металиевке тиді. Топ ойын таласында Жапалақ командасының ойыншыларының бұтында сақталып тұрады. Абдылдаев оң тарапынан Ильяс Малаев. Үштік ашылысын өтуді. Малаев асылатына Металиевке. Металиев жазып алды жана оңға. Садиқов артқа қайтарады. Мұнашына қоғыз комбинациялық жүріштерінен Жапалақ командасы азыр топының үстемдік өзіне алуда. Олардан топтан қиынға тұруда Жиделік командасында. Антылдаев. Сукеров. Артқа. Карбек. Фамилия Зукеров. Тарапынан. Анық емес пас. Садиқов. Шауылда. Измалаев. Артколик. Теренге жана Мамбеталиев қайтарып берді. Малаевтан соққы гол. Есеп сандар 3-1 ардақты көрушілер. Жапалақ командасы жеңілдік менен бұл жаратты албетті бұл комбинацияның өте идеалды дегенде. Ішкі ашырышты бұл Салбат Мамбеталиев және Ильяс Малаевтың дуэтінде. Ильяс Малаев тереңге берді және өзі açылып барып Мамбеталиевтен топталған соң гол жаратты.
Мырдаев тереңге иелікті өтті, бірақ соққыны жолда алған жоқ. Садиқов Антара Хамбердиев кетшектеп шыққан топ. Солға Абдрахманов Абдрахманов алуда. Өзі соққы жолда көргісі келді. Тақ болған жоқ. Азат Ирисалиев астында тұрған, алдыңында тұрған Төшкө берген. Топ ойын таласында қалды. Абдулдаев Зукиров Дарбазатшыға Шакиров Чалға шығып бар шат жеделі командасының ойыншылары. Зукиров жазып алды. Жаңа ойын ережесі бұзылды. Садиқов Зукиров тобықтан чалуда. Darvazaga soqqu tasma otib chiqqan to'p. Oyga pas. Darvaza bosh qolgan, Jana darvazaga soqqu, Jana gol. Japon komandasының 11-ші номердағы ойыншысы бұл Шекербек Тоқтыбаев. Бош қалған дарбазаны байқап, демек ауадан гол жаратуда. Есеп 4-1-ге алмашты. Он тарап Налиходжаев Абдрахманов Шакиров, Калтаперда. Шакиров. Зукиров топпенен. Дарбазатшыға. Ходжаев. Жедел командасы мықты комбинацияны жаратып келатқан. Хабибулла Зукировтан бұл пас болғанда. Ойынның бүттеріне 1,5 минуты бар. Есеп санары 4-1. Жедел командасы бұға чейін өттешті. Тағрағы бірінші турда. Славянто командасында 11-3 есебінде жеңішті тартып жүрген. Бүгін андай бір есеп болып өтті. Клаус, Шакиров, Дарбазаға соққы. Азат Ирисалиев топты қайтарды. Хамбердиев. Төшкө Жана соққы. Дарбазатшы жетішіп келді. Хамбердиев соққы. Дарбаза үстіні жиелікті сақтап қалуда. Дарбазатшыға дарыгердің жардамы керек. Топаның жүзіне деген матч. Уақыт өтіп баратады.
o'yinga chiqarib berib jana bosh menен emne degan so'q. Demek. Muhammadberdiyev Teringga Sadiqov qaytgan jo'q. Nabixo'jayev Toshko jana so'qqu gol. Esep sonlar qisqardi. Esep 4-2 ga almashuvdi oxirgi sekundalarda. Ardaqlı görüşler Jidel komandasında daha da olsa ümit var atandaştığı esepten quvib жетуге болгону Japala komandasынын oyuncuları oyunga olgan Nanayın bizce aytkanda настройды жоготпошу керек. Дарбазага соққу жана гол эсепке алынбайт. Рахманбердиевден керемет соққу аткарылган. Биринчи бөлүк менен соңуна келип жеттик. Эсеп саны 4-2 Japala командасы алды. Дагы бир жолу арыбаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр. Ош шаарынын жана Ош областынын футбол ассоциациясы уюштуруп жаткан 17-ачык чемпионаттын 2-тур жана сиздер көрүп жаткан кара түстүү үйүндө Japala командасы алардын каршылаштары. Жиделик командасы алар ак түстөгү формада биринчи бөлүктөн соң эсеп 2-4 алдыда Japala командасы. Албетте Japala командасында карап көрсөңүздөр тажрыйбалуу улуттук курама команданын оюнчулары ойноп жүрөт. Андан сырткары Өзбекстанда белгилүү оюнчулары бар. Албетте класс деген нерсе бар футболдо. Ошол нерсе өз сөзүн айтууда. Мен эки команданын курамы менен тааныштырып өтөйүн. Алгач Жиделик командасынын курамы дарбазада 1-номерде Сайдулла Зулимов, 10-номерде Йодгорбек Исмаилов, 7-номерде Сиражиддин Шакиров, 2-номерде Нурмухаммад Хашимахунов, 4-номерде Махмуджан Рахимов, 6-номерде Безотбек Набиев Ходжаев, 5-номерде Душатбек Муминов, 3-номерде Шахшабек Закиров, 1-номерде Фарукбек Зулимов, 8-номерде Хабибулло Зухиров, 12-номерде Мухаммад Али Абдурахманов. Жапалактын чабуулу, ушул чабуулдан токтогон соң мендар Japala командасынын курамы менен тааныштырайын. 1-номерде дарбазачы Азат Исраилов, 7-чи Мухаммад Бабыр Рахманбердиев, 10-чи Адилет Нурисбегул, 6-чи Элдияр Ирисалиев, 21-чи Саламат Мамбайталиев, 11-чи Шекербек Токтобаев, 9-чи Бурханидин Садиков, 21-чи Ильяс Малаев, 22-чи Нурсултан Абдылдаев, 1-номердеги Азат Ирисалиев, бул дарбазачы жана команданын капитаны, жетекчиси. Албетте бүгүн Жиделик командасы өтө жакшы каршылык көрсөтүүдө. Соққу бар Мухаммад Бабыр жана дарбазачы Сайдулла Зулимов өз ордунда. Жакшы мүмкүнчүлүк бар, дарбазачы Азат Ирисалиев кайтарды жана оюн эрежеси бузулду. Бочи Japala командасы Мусратты 5-4 эсебинде жеңип, 3 пайга ээ болгон болчу. Биринчи турда азыр турнир жадвалда алар 2-чи орунда барууда. Ал эми Жиделик биринчи турда Сулаймантоого 3-11 эсебинде жеңилүүгө дуушар болгон. 11 гол өткөрүп жиберишкен өз дарбазасына. Тоочун күрөш Саламат Мамбеталиев, улуттук курама командабыздын оюнчусу. Жакында 7-октябрдан 11-октябрга чейин Бишкек аренада Азия чемпионатына тандап алуу оюндар өтөт. Анда Иран, Ливан жана Мальдив аралдары менен кескелет. Азыр жакшы чабуул бар. Соққу көрөбүзбү? Жок, пас орто бөлүккө жана эми бул башка деңгел. Башка деңгел. Караш жеңил кылып салды азыр. Жиделик командасынын оюнчулары түшүнбөй деле калды. Голдун автору Мухаммад Бабыр Рахманбердиев, 7-номердеги оюнчу.
Ильяс Малаев артта барын көзөмөлдөп турду. 3 oyuncu болсо bir сонун комбинация жасап, 3 oyuncu бири-бирин мыкты түшүнүшүп 5-чи гол жаратып кетти. 2-5 алдыда Жапалак командасы. Чабууланууда ортоңку бетке пасаган болчу. Азыр эми оюн талашында Жапалак командасынын курамында 2 Өзбекстандык оюнчу, ал эми 2 жергиликтүү оюнчу. Негизинен көп оюнчу бири-бирин өтө жакшы түшүнүүдө. Boş kalkan darvaza, жаңа gol! 22-ci nomerdeki Nursultan Abduldayev Жапалактын 6-cı golunu jarattı. Bu жерде albatta Малаев жакшы аракет кылды. Акырына чейин тоо үчүн күрөштү, жана бул өз пайдасын берди. Boş kalgan darvaza dönemi için alsız yolda kurdu. Azat Irsaliyev darvazаны таштап кеткендей көрүндү. Бирок ал өз ордунда болчу. Анын бактысына сокку өтө жай келди. Момбердиевден жакшы пас. Саламат Момбеталиев табылын этет. Кылыңыз. Малаев. Ильяс Малаев Телепардон тарапта. Момбердиевден да өрсөттү. Каршы чалга чыгып кетти. Алабы Момбеталиев. Biraz bolsa da karşılık көрсөттү, жана топ оюн талашынан сыртка чыгып кеткенин көрдүк. Жизделик командасынын оюнчулары бул топко жете алган жок. Эми кезектеги Жапалактын чабуулу Момбеталиевден пас өткөн жок. Он 3-cü номердеги Мухаммед Али Абдурахманов Жизделик командасынын тагыраак айтканда 8-ci номердеги Хабибулла Зубиров. Чабуулду баштоодо коргонуу бөлүгүнө байланыштырууда, чабуулдун коргонууда мыкты аракеттер жасоодо эми Жапалак командасы шашпайт, акырын топты көзөмөлдөп боштуктар менен чабуулдарга өтүп барат. Оңортко Абдулдаев, Малаев, Абдулдаев жакшы пас чыгарып берди. Момбердиев өтө жай, өтө оңойлук менен өтүп кеткен болчу. Буттардын арасынан кайрадан алып өзү топту кайтарып берди командасы үчүн. Момбеталиев Абдулдаевди көрө биле алды. Абдулдаевден жакшы пас. Малаев урдун бөлүпкө жок. Момбеталиев бул жерде жетишкен жок, жана 13-cü номердеги Абдурахмановго каршы ал оюн эрежесин бузду. Оң тараптан дарвазачы Азат Ирсалиев атандаштарына караганда ылдамыраак болуп чыкты. Тура сокку жана буштук топ. Артта жакшы сокку. Ол негизи ошол жерге чакыр дарвазага барды. Бул дарвазачылар үчүн өтө ыңгайсыз сокку. Зукиров топты жоготту. Караган өнөктөшү Малаев дагы катар менен жооп бергенин көрдүк.
Жақсы pas, Узуана көрөөлдү, дарбазачы кайтарды, экинчи сокку анық эмес. Малаев өз учурунда өзүнүн өнөктөшүн 9-чу номердеги Бурханиддин Садиковду көрөбүлдү. Садиков болсо бул мүмкүнчүлүктөн пайдалана алган жок. Абдулдаев. Садиков көзөмө деп шашпай артка жапалак ушинтип пастар аркылуу чукул чабуулдар кирип барууда. Мамбеталиев болсо мылтык сокку жолдойт, бирок бул ирет анын соккусу өткөн жок. Соккуга сокку менен жооп берди Ирисалиев. Соккуну багыты дегичи бул жерде бир аз аныктык жетишкен жок. Бош калган дарбазаны өз ордуна көрөбүлдү жапалак командасынын оюнчулары. Зухировдун пасы өткөн жок. Артка дарбазачыга чейин жетти. Жана аут. Нурмухаммад Хашимов. Мамбеталиевден пас дарбазанын тогуздугуна барган болчу, бирок бул ирет жийделикте дарбазанын тосулуп болгон сактап калды. Абдулдаев Мамбеталиевге 10-чу номердеги оюнчу акырына чейин күрөшүп көрдү. Өткөрбек Исмаилов. Жиделиктин чабуулу жана кубаттуу сокку 6-чы номердеги Жиделик командасынын оюнчусу Бекзатбек Набиходжаев Булсукка топту мык катырып салып койду. Эсеп 3-6, 3-тө айырмачылыгы. Жиделик акырына чейин күрөшөрүн мынтип маалым кылууда. Дагы канча гол жарата алат? Аны да калды байкайбыз. Жиделикке бир аз болсо дагы бел күч бере алды. Бош калган дарбаза дегенге чейин кийинки гол 13-чү номердеги Нурмахмедали Абдурахманов командасынын 4-чү голун жаратты. Мессачу дегенде 1 мүнөткө жетпеген убакыттын ичинде Жиделик командасы 2 гол жаратты. Эсеп 4-6. Бир аз Жапалак командасынын оюнчулары бошошду жана бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кете алганын көрдүк. Бул жакшы пас баш менен жакынкы буштуга жолдогон болчу Азат Ирисалиев.
Quvvatli so'qqi darvozachi qaytardi. Dag'ı ret pas o'tkirgan yo'q. Ikkinchi nomerdagi Jidelik komandasining darvozachisi Muhammad Albegichi. Habibullo Zukirovda yaxshi mushlik bor bo'ldi. Yaxshi kirib bor, so'qqi bor. Aynan darvozachi Nurmuhammad Hashimoxinov qaytardi. Zukirov Abdurahmonovga pas chiqarib bergan bo'lsa, Tilekka qarshi Abdurahmonov chetdan yo'q. Eğer hazır Jidelik komandasi bir gol ursa, anda oyun o'ta bir jo'rqi tempi chiqadi. Bir to'y ayirmaçılığı albatta az bo'lsa da Jidelik komandasi o'yinchilarida ularning kuchini kuch qo'shilar yaxshi kirib bordi. Jana biraz ertaroq batroq harakat qilganda Akmalberdiyev darvoza talaga tushgan tezini so'qqa jo'lab berdi. Yaxshi. O'yinimizni tarafini qo'lga tigan jo'q, o'yinlarni o'rta qo'yilib so'qqi darvozachi. Bu retdagi ikkinchi ret. Axiri ikkinchi nomerdagi Nurmuhammad Hashimoxinov sari ayb qog'ozi bilan siylandi. Yo'q, ko'rsatgan yo'q. Ayali. Jidelik komandasini. Vodimyaч o'yinlan qiladi. Top o'yinda qo'sh. Qaslicha shunday Akmalberdiyev kirib bordi. Hech qanday o'yin rejasi buzilgan yo'q. Men de shoshib ketdim. Akmalberdiyev o'tkirdi, biroq qo'rg'uvchilar az da olsa to'xtalib chiqayotganini ko'rdik. Azat Pirisaliyev o'yinga qo'shildi, kirib bordi. Uni to'shtirishdi, izdeb bo'sh qolgan darvoza foydalanib ketadi. Oxirida churqadi. Bo'sh qolgan darvoza o'rniga munchalik shashtigan Wembley bu yerda tajribali İlyas Malayev var. Oyun türünde 2,5 minut vaqt qaldı. Esip 4 aldı. 6 Japon komandası oldu. Yaxshi kirib bor. Akmalberdiyev undamdigi qo'shdi. Jazg'uru harakat qildi, biroq darvozachi ayib payanchani ichinde qarmag'ani ko'rsatdi qalis. Zukirov uni to'shtirni izlaydi. Qayradan darvozachiga qaytardi. Abdurahmonov yaxshi pas chiqarib berdi, o'z o'rnida ko'raverdi, uni to'shib so'qqi. Malayev qaytardi. Üç tilde qatıra söyleyen bizden kalıslar. Boş kalgan darvaza Irsaliyev so'qqi yo'lladı.
жакшы ойлогон болчу Рахманбердиев. Алыстан сокку. Артка дарвазачыга жетти Малаев. Оң канатка Зухиров. Малаев кайрадан бул пасты өткөргөн жок. 1 мүнөт убакыт калды. Жиделик командасы акыркы күчүн ишке салууда бош калган дарваза Малаев жана гол. Эсеп 4-2 Илас Малаев бош калган дарвазага топто жолдоду жана 7-чи голду жаратты. Бул эми оюнга чектегени жакшы кирип баруу. Жиделик дагы деле өз үмүтүнүн үзгөн жок. Дагы бир кубаттуу сокку бар. 7 секунда. Малаевке пас. Аут. Жана калыстардын ышкырыгы жаңырды, ардактуу көрүүчүлөр. Жапалак командасынын жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми Жиделик командасына алдыдагы оюндарга ийгилик каалайбыз. Бул сиздердин кызматыңыздарда. Мен Улукбактов жана кесиптешим Улукбек.